Men barib ko'rib qo'ytayin ota. Nima? Kim ekan? Hayrat do'stim, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo'q, qo'rqib chiqma, nechta tursin bu yerda? Mana eskini alsang, esim ketadi demoqchi. Ig'im chiqarib borgan u. Жүрмейсің сүйреп апарып тастайын. Жоқ, рахмет, автомат қой бұл қаз. Эвакуатор шақырып қойдыңыз кеватыр. Рең кіріп, реттеліп қапсың бауырым. Иә, сен сол әңгімеңнен кейін ойландым бауырым. Қазір жұмысым бар, Аллаға шүкір. Уақытымның тапқан берекесі бар. Бір сөзін айтқанда, қараңғылықтан шықтым ғой бауырым мен. Жарайды онда бауырым. Мен жылжи берейін. Машада атам бар еді. Ой, бұл көкем қолын алайық та. Қаяқтан келіпсіңдер өзі? Айтқандай, Бағдаттың анасы өмірден озып бауырым. Ман досым. Жақсы кісі еді. Көке, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Ей, қуаныштысың? Иә, мен ғой. Иә, қалайсың қарағым? Жақсы, қалай сіздеріңіз? Аллаға шүкір. Жақсы. Жақсы онда бауырым. Біз жылжи берейік. Балдардың бәріне ескерт. Жарайды. Ертең жаназасына келіңдер. Жарайды. Жақсы онда. Бауырым. Жолдарың болсын. Ақ жол. Рахмет. Жақсы, ақ жол. Alo, ау досым. Досым, жолығып сөйлесетін уақытың бар ма? Иә, негізі. Онда саған местоположение жіберем, өтсей. Жарайды. Мен де саған айтарым бар еді негізінде. Хорошо. Жақсы. Бағдаттың жағдайын естіген шығарсың. Иә, бұл тема уже класстардың арасында айтып жауыр болды уже. Қазір бұл іспен арнайы органдар айналысып жатыр. Анасына ол болды. Бұлай бұлардың кім білген? Тіпті оны өзі де білмейді. Саған бір ұсынысым бар. Бұл қандай? Ұсыныс үй ма? Иә. Бағдат екеуміз жұмыс жасап жүргенде бір-екі рет келгенбіз.
ыршып бірдеңе шығар. Болды. Көзің жасын тиіш. Келіп қалар. Мүмкін телефонның заряды бітіп қалған шығар. Осыншама уақыт жоқ болып кетуі мүмкін емес. Осыған дейін мұндай болмаған. Жүрегім жамандықты сезіп тұр. Қой шайнылайын. Құдай сақтасын. Ассалаумағалейкум. Қанды көлік досым, қалай Мағжан аман ба? Уалейкум ассалам. Құдайға шүкір. Бәрі жақсы. Өзің қалайсың ай, командир? Баланы жоғалтып отырмыз. Жоғалған несі? Білмеймін, түскі уақытта үйден шығып кеткен, содан әлі жоқ, оралмады. Телефонда өшірулі. Жарайды. Уайымдама. Мен қазір балама қоңырау салам, бәрі ойдағыдай болады. Әй, маған күйеу бала керек. Айналайын-ау, күйеу бала. Егер күйеу бала керек болатын болса, онда өзіңнен жақсы хабар күтемін. Жарайды, жақсы, давай, пока. Езін шырағым, көз жасыңды босқа төге берме. Менің балам ақымақ емес. Оралады. Досым, тұр. Біз қайдамыз? Hoş geldin Gayrat. Сендер ма? Біз қайдамыз? Бұлар кімдер? Ол үйде неге жүрсіңдер? Досымды іздеп жүрмін. Олар сенің досың ба не? Жоқ. Сен мұнда не істеп жүрсің? Есіңді жи, ақымақ. Мен өз жолым таптым. Қазір Бағдат сендерге қарағанда тура жолда жүр. Уақыт сәті келеді. Ақиқатқа куә боласыңдар. Ол қандай ақиқат? Ананы баладан, баланы анадан айыратын. Бағдат бауырым, сенің анаң өмірден озды. Не? Сені күте-күте құсадан кетті ғой. Қашан? Бір анаңның жаназасына келмейтіндей ұстанғандарың қай ата болғаныңды не? Білген жоқпын. Сен қараңғылықтасың, бауырым. Мен білген жоқпын. Енді сіздер олай босқа паниковать ете бермеңіздер. Егер олардың қолына түскен болса,
ближайший времяз міндетті түрде табамыз. Егер олардың қолында болмаса, значит придется бөлімшеге барып заявление жазыңыздар. Сендердің операцияларыңа қарап отырмаймыз ғой. Қазір барып заявление жаза берейік. Асықпай қоя тұр. Бір жақсы жаңалық шығып қалар. Алло. Иә. Жарайды, құп болады. Тыныштық па? Ана жақтан ғой. Кеттік. Онда жарайды. Біз онда операциямызға қайратта тіркей береміз. Егер бір хабар болып жатса, сіздерге айтамыз міндетті түрде. Рахмет, сау болыңыз. Мен шығарып салайын. Әке, ата, және анашым, біз тұтқындамыз. Бізді кепілдікте ұстап отыр. Егер біздің амандығымызды қаласаңыздар, онда мынау қашып жүрген бір топ азаматтардың бостандығына кепілдік беріңіздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Біз Қазақстан Республикасы аумағында ешқандай құқық бұзушылық және заңға қайшы келетін әрекеттер жасамадық. Қазіргі таңда ел аумағында ізімізге түсіп, бізге қарсы әрекеттер ұйымдастырылып жатқанын көріп отырмыз. Біз бейбіт мәмілені қалаймыз. Сондықтан да бізге 8 сағат ішінде Қазақстан Республикасы аумағында ешқандай қылмыстық жаза қолданбауға, өзімізбен бірге алып өтетін ешқандай затты тәркілемеуге және ешқандай кедергісіз шекарадан өтуімізге жағдай жасасаңдар, кепілдікте отырған 2 азаматтың басының бостандығына кепіл боламыз. Құрметті әріптестер, біз үшін Қазақстан Республикасының әрбір азаматының өмірі маңызды. Осы орайда біз кепілде отырған бір емес екі бірдей азаматтың өміріне бейғам қарамауымыз керек. Дулат Әуелханович пен Тимур Баратович осы істің басында жүрген біздің әріптестерімізге ары қарайғы операцияны сеніммен тапсырамыз. Но бұл операция ни в коем случае провал болмау керек. Әрине 8 сағат операция үшін бұл үлкен уақыт емес, но бірақ өзіміздің қауқарымызды көрсететін сәт келді. Қазақстан Республикасына қызмет етеміз. Барлық мәліметтерді штабтың базасынан аласыңдар. Вольно.